Яһудидің дін басының мұсылман болуы. Пайғамбарымыздың өмір сүрген кезінде Шам Дамск қаласында бір яһуди дінбасы бар болатын. Бір күні Тәуратты оқып отырып, 4-ші беттегі пайғамбарымыздың есімін кездестіреді. Ол ислам дініне қас болатын. Өшпенділікпен бұл беттерді жыртып тастайды. Екінші күні Тәуратты оқуға кіріскен кезде 8-ші беттегі тағы да пайғамбарымыздың есімін оқиды. Ол беттерді де жыртып тастайды. Үшінші күні тағы 20-ші беттегі пайғамбарымыздың есімін кездестіреді. Бұл жолы ойланады. Өзінен өзі оның есімін кездескен барлық беттерді жырта беретін болсам, кітап таусылады. Мұнда бір даналық болу керек дейді. Ол кезде пайғамбарымыздың ислам дінін уағыздап жатқан хабары оның еліне дейін жетіп келген болатын. Ұзақ сапар шегіп Мәдинаға барады. Бірақ пайғамбарымыздың қайтыс болғанына 4 күн болған еді. Дін басы бұны естігеннен кейін жылай бастайды. Сонда Хазіреті Әли сұрайды: «Ей жолаушы, сен кімсің? Неге жылайсың? Мен бір яһуди дінбасымын. Шамнан Дамаскке келдім». Сонда Хазіреті Әли сұрайды: «Тәураттан пайғамбарымыздың есімін көрген кезде парақтарды жыртқан сенсің бе?» «Иә, оны қайдан білесің?» «Сенің келетініңді пайғамбарымыз айтқан болатын». Бұл сөздерден кейін дін басының ислам дініне ешқандай күмән қалмайды. Калима шахадатты айтып, сол жерде мұсылмандықты қабылдайды.